Сәлематсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың бөлімі аспан әлемінің құпиялары. Тақырып: ерте дүниедегі халық астрономиясы. Оқу мақсаты: тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу. Аспан әлеміне қатысты білетін ақпараттарыңызды кеңейтіп, тілдік нормаға қатысты білімдеріңізді толықтырасыздар деген сенімдемін. Пәнге қатысты терминдер: астрономия ғарыштық денелердің құрылысы, дамуы, олар құрайтын ғарыштық жүйелер және тұтас ғалам туралы ғылым. Мифология адамзаттың рухани мәдениетінің ең көне формасы. Миф сананың әлі толық жетілмеген біртұтас ең көне формасы. Оқылым тапсырмасы: тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Ертедегі адамдардың астрономия туралы білімі әртүрлі ертегі аңыздармен астасып жатады. Оларға аспан әлемі толып жатқан аңдар мен құстардың, адамдар мен құдайлардың мекені болып елестейтін. Тарихи дәстүр бойынша астрономияда қолданылып жүрген көптеген атаулар ертеде грек мифологиясынан алынған. Қазақтардың аңыздарында аспан денелерінің қозғалыстары табиғи нанымдылығымен ерекшеленеді. Мысалы, әлемнің айналу осінде орналасқан қозғалмайтын жұлдызды қазақтар темірқазық деп атаған. Аспанда орнын ауыстырмайтын темірқазыққа қарап, қазақтар сапар шеккенде жол бағдарын анықтайды. Темірқазықты бетке ал, немесе темірқазық сол иығыңда болсын деп жолаушыға жол сілтеген. Қазақ аңыздарында көп айтылатын планеталар мен жұлдыздар мыналар: темірқазық, жетіқарақшы, шолпан, үркер, ақбозат, көкбозат. Бұл екі жұлдыз кіші аюдың ең үлкен ақшыл және көгілдір жұлдыздар. Және таразы. Аңыз бойынша ақбозат пен көкбозат күзетшісі бар және темірқазыққа байланған арқандаулы жылқылар. Жетіқарақшы оларды түні бойы аңдып, соңдарынан қалмай жүрген ұрылар. Бірақ күн күзетші шыға келеді де оларды қуып тастайды. Алайда ұрылар түн жамыла қайта іске кіріседі. Олай болса, тапсырма орындайық. Тірек сөздер: астрономия, наным-сенім, аңыз, болжам жасау. Сұрақтар: аспан әлеміне қатысты қолданылып жүрген атаулар қайдан алынған? Әлемнің айналу осінде орналасқан қозғалмайтын жұлдыз. Қазақ аңыздарында кездесетін планеталар мен жұлдыздар. Ата-бабамыз табиғат құбылыстарын, уақытты, мезгілді, жол бағытын қалай болжаған? Яғни сіздер сұрақтарға жауап жазып, тірек сөздер мен жетекші сұрақтарға жауап жазу арқылы негізгі ойды анықтайсыздар. Екінші тапсырма: қазақ аңыздарының ерекшелігі неде? Сұраққа жауап бере тұрып, мәтіндегі нақты ақпаратты анықтаңыз. Мәтінге қатысты пікіріңізді білдіріңіз. Яғни, мәтін мазмұнын түсініп оқи отырып, жетекші сұрақтарға жауап беріп, нақты ақпаратты анықтаңыз. Бүгінгі біздің сабағымыздағы кездесетін тілдік нормалар: төл сөз бен төлеу сөздің ережесі. Сөйлеушінің өз сөзінің арасында басқа біреудің сөзін ешбір өзгеріссіз дәл сол күйде жеткізуін төл сөз деп атайды. Мысалы, еңбек түбі береке дейді халық. Бұл жердегі төл сөз еңбек түбі береке. Сөйлеуші
басқа біреудің сөзін өзгертіп, тек мазмұнын сақтап, яғни біреудің айтайын деген ойын өз сөзімен жеткізу төлеу сөз деп аталады. Мысалы, халық еңбек түбі береке екенін айтқан. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі төл сөздерді төлеу сөз түрінде жазыңыз. Бұл тапсырма 111 бетте берілген. Жыл санауының күнтізбелік жүйесі бұдан 5-6 жыл бұрын ежелгі шығыс елдерінде пайда болған, деді Күләш. Бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергендіктеріңізді білу мақсатында ұстазға хат әдісі арқылы сабақта түсінген тұстарыңыз және түсінбеген тұстарыңыз туралы хат жолдап, кері байланыс берулеріңізді күтемін.